жаңа слайд бастаңыз. Қажетті суретіңізді копировать, вставить деп, керек размерге келтіріп, вставка, фигуры, шеңберді таңдаңыз. Шеңберді сызыңыз. Шеңберді сызғанда shift кнопкасын басып сызыңыз. Сол кезде сіздің шеңберіңіз қисаймай әдемі шығады. Содан кейін Ctrl кнопкасын басыңыз. Баса тұрып фотоны шертіңіз. Кейін шеңберді шертіңіз. Одан кейін формат, объединить фигуры, пересечениені таңдаңыз. Суретіңіз шықты. Қажетті размерге келтіріңіз. Сол жағына қойыңыз. Кейін нақыл сөзді копировать, вставить деп қойып алыңыз. Қажетті шрифті таңдаңыз және размерін қойыңыз. Осындай сызықшаларды қою үшін вставка, фигуры, сызықша, shift'ті баса тұрып ұзыннан сызыңыз. Контрфигураға барып қараны таңдаңыз. Размерін толщина 2.25-ке қойсаңыз жарайды. Дәл осылай копировать, вставить деп енді тігінен қойыңыз. Астыңғы жағына да дәл солай копировать, вставить деп төменгі жағына қойыңыз. Міне, соңында бізде осындай слайд шықты.